видео түсіруді ұмытып қалыппын ғой. Қайырлы күн, мені көріп отырған сұлу ханымдар. Айнұр Сұлу YouTube арнасына қош келдіңіздер. Және бүгінгі видеода біз бет жаттығуларымен қатар букальный массаж лица жасаймыз. Бұл видеоны көбінесе TikTok арнасына мені көріп, бақылап, чатта бар қыздар көру мүмкін. Ал чатта біз айтылғандай осы жаттығуларды бүгін жасаймыз деп уәде беріп қойдым. Ал енді барлықтарыңызды бір жерде YouTube арнасында қыз-келіншектер де мені сағынып қалған шығар. Біраз уақыттан бері көрінбей кеткен едім YouTube арнасында, TikTok арнасында көретін қыздар мені күнделікті көріп жүр. Ал енді барлықтарыңызды бір чатта қосуға мүмкіндік бар. Мына номерге жазып, осы номерге жазып, мені чатқа қосып қойыңызшы десеңіздер, сіздер ешқандай да эфирден қалып кетпейтін боласыздар. Менімен бірге күнделікті жаттығулар жасап, өздеріңіздің сұлулықтарыңызды одан самайын арттыратын боласыздар. Ал енді біз бет жаттығуларына кіріспес бұрын ең бірінші дене жаттығуларын жасаймыз. Себебі біздің мынау денеміз және бетіміз бұлшеттер бір-бірімен тығыз байланыста орналасқан. Қан айналым бүкіл біздің ағзамызда бірдей жүреді. Қан айналым бір жерде дұрыс жүрмей қалып жатса, бетте де қан айналым дұрыс жүрмей жатыр деген сөз. Сол себептен бүкіл денемізбен жаттығуды жасаймыз, қыздар. Ал енді мен қазір көрсетіп өтем, менімен бірге қосылып жасаңыздар. Менің бірден бірі осы видеоны YouTube арнасына жүктеуімнің себебі, сіздер менімен бірге қосылып, ешқандай да кідірусіз, мысалға бір жағдайлар туындап кідіріп қалған жағдайда, тура осы жерінен, осындай минуттан сіз қайтадан жалғастыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Керемет, Purchase your tracks today. Ultra beats on the track. Ал енді біз кішігірім разминкамызды жасадық денемізге. Одан да көбірек айналысқыларыңыз келетін болса, жүгірсеңіздер болады, жаттығулардың түрлерін жасап, денелеріңізбен айналыса берсеңіздер болады. Ал енді біз бет жаттығуларына көшейік. Қараңыздар. Енді біз бетіміздің әдемі қалыпта болуына, бұлшеттеріміздің әрқайсының өз қалпында, өз орнында болу үшін, және де біздің бетіміздің салбырамай, әжімдер түспей әдемі қалыпта болуының бірден бір себебі, септігін тигізетін бұл біздің мойнымыз, арқамыз, және де мына жердегі мойынның арқа бөлігі мен бас бөлігі. Осыған көп көңіл аударамыз. Кеттік, мойын жаттығуларын жасаймыз. Мойын жаттығуларын енді TikTok эфирде күнделікті көріп жүрген, YouTube арнасында да мені қалыспай көріп жүрген қыз-келіншектер біледі, бірақ сонда да біз әр жаттығусын көрсетейік, соны бірге жасайық. Ал кеттік. Қараңыздар, мынау бұғана, осы бұғана сүйегінің асты жағымен бір массаждап жібересіздер осылай. Массаждап. Қолдарыңызбен. Егер қолдарыңыз, саусақтарың, кейбір қыз-келіншектердің саусақтары ауыру мүмкін, сол себептен кәдімгі мынау қырларымен немесе кесемен, немесе гуаша, скребу гуашамен осылай массаждап жүрсеңіздер болады.
астыңғы бөлігін мына бұғанан. Және мына бөліктен, мына қараңыздар, бұлшеттер, мына жердің бүкілі бұлшеттер бар. Сол бұлшеттерге кішкене біз әсер етейік, чтобы напряжение болмас үшін, мына мышца платизма, біздің мойнымыздың үлкен бір мышцалар жатып, платизма деген. Вот соған басқа бұлшеттерде әсер етеді. Сол тартып тұрмас үшін оны біз мына жақтағы бұлшеттерге де кішігірім напряжениені алып тастауымыз керек. Болды. Енді бұғананың үстіңгі бөлігі 1, 2, 3, 4, 5. Екінші жақ 1, 2, 3, 4, 5. Май жақпай жасап жатырмын, қыздар. Ал кеттік, енді мойнымызбен жұмыс жасайық. Қараңыздар, мына бөлігін созу үшін, бұлшеттерді созу үшін, біз оңға қарай басымызды тартамыз, абайлап. Бірінші рет жасап жатқан қыз-келіншектер абайлап жасаңыздар, чтобы мына жақтағы қатты тартылып ауырып қалмасын. Расслабленно. Жарты минут, 1 минуттай отырасыздар. Кеттік. Екінші жағын. Мына бөлігі жақсы тартылады. Иықтарыңыз көтеріліп кетпесін, өз деңгейінде иық тұрады. Тартылып жатқан сезінесіздер. 1 минут, немесе жарты минут отырасыздар, қыздар. Ал енді алдыңғы бөлігін созайық. Жанынан көрсетейін, қалай созылып жатқан. И артқы бөлігін. Арқаларыңыз, иықтарыңыз өз қалпында, және мойынды алға, артқа созайық. Иық өз қалпында. Демалуды ұмытпаңыздар. Өте жақсы. Екінші рет жасайық. 3 рет жасайық. Осылай 1-1 минуттан, сосын кейін бет жаттығуларына көшейік. Үшінші рет. Бұл жаттығуларды күнделікті жасайсыздар. Күнделікті жасаңыздар, әсерін көресіздер. Аққудай мойын, мойындағы әжімдер кетеді. Екінші ектің кетіп жатқан байқайсыздар. Және беттегі әжімдер азайып жатқан байқайсыздар. Оңға, солға, оңға, солға. Өте абай болып жасаңыздар, асығыс жасамаңыздар. 1, 2 деп. Абай болыңыздар. 1, 2. Енді қараңыздар, артқы бөлігін массаждаймыз. Мына бөліктен бастап төбеге қарай көтереміз. Кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Төбеге көтереміз. Былай көтереміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Көтереміз. Өте жақсы. Үшінші рет. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Көтереміз. Өте жақсы. Құлақтың жан жағын жаттығу жасап жүрейік.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Көтересіздер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Көтереміз. Енді қараңыздар, осы жерде айта кететін мәселе, егерде бетіңіз қатты құрғап тұрған болса, дәл қазіргі уақытта бет жаттығуларды жасап жатқан кезде, яғни сіз кішігірім ғана майыңызды немесе креміңізді жағып алып жасай беріңіз. Аз ғана, көп емес. Себебі менің бетім қазір қалыпты, ешқандай да құрғақтық жоқ, және де артық май жоқ. Өзінің майы. Сол себепті маған ыңғайлы крем жақпай, ешқандай май жақпай жасаған. Ал енді бұл бет жаттығулар болғандықтан біз май жақпай жасаймыз. Ал егер қатты құрғап тұрған жағдайда сіз кішігірім ғана жағып алыңыздар. Бет массажын жасаған кезде біз май жағамыз. Оны енді келесі эфирлерде айтып көрсетем. Бет массажын бүгін біз буквально массажға ешқандай май жақпай-ақ жасай берсек болады. Енді беттеріңіз құрғақтау болатын болса, опять-таки май жағу керек болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Көтереміз. Осы жолда сіздер шаштарыңызды бүкілін жіберіп, массаж жасап жіберіңіздер бастарыңызға. Кәдімгі мынау біздің саусақтарыңыздың подушечкаларымен кәдімгі массаж жасап жіберіңіздер. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 деп. Центрге қарай бүкілін жинайсыздар, массаж жасайсыздар. Шаштарыңызды алға, артқа қимылдатыңыздар. Ал сосын шаштарыңызды жинап алып, паузаға қойып, шаштарыңызды жинап алып, қалған жаттығуды бірге жасаймыз. Ал кеттік. Енді қараңыздар, екінші иек, мына жерде екінші иек кімде бар, және кольца венеры кімде бар, жаңағы мойын жаттығуларын күніне сіздер 2-3 рет жасап, сол екінші иектен арылған мүмкіндіктеріңіз бар. Екінші иекті тағы кетірудің жолы, қараңыздар, бір бастық, қаттырақ басып, бір, оңға, солға, Так, лимфамен артық отекті түсіріп жібересіздер. Басқаша қалай? Бір, міне саусағымыз, осы сұқ саусағымыздың үстімен. Бір, кетті, лимфамен түседі. Екі, кетті, лимфамен түседі. Бір, екі, лимфамен түсіріп жібердік. Бұл екінші иекті кетірудің жаттығулары. Ал енді бізде мына жерде кішігірім мышца депрессоры, біздің ернімізді төмен қарап тұратын, мына жерде кішігірім бұлшық етімен қалай жұмыс жасаймыз. Аузымызды, арқамыз өз орнында тұрады, иегімізді кішкене алдыға жібереміз. Мына саусағымызбен көмектесеміз төмен түсіруге иекті. Енді мына жердегі бұлшық еттер тартылу керек. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ал келесі жаттығу біздің ернімізге А, О, У деген 3 әріпті айтыңыздар. А, просто так А емес, А қаттырақ созыңқырап, А, О, У, А, О, У, А, О, У, А, О, У. Дыбысты шығармай У десеңіздер де болады. А, О, У, А, О, У, А, О, У, А, О, У. Өте жақсы. Енді келесі 1, 2, 3, 4, 5 деп біз массаж жасап жүрейік. Тағы да айта кететін нәрсе, ерінге де егер құрғап тұрған болса, міндетті түрде сіздер опаталап, жаңағы гигиеническая помада дейді ғой, немесе май жағып жасаңыздар. Бұл жаттығуларды жасау арқылы сіз ерніңізге
мынау жас кезіңізде еріндеріңіз кішігірім томпақтау болып, енді жас ұлғая, бізде 30-35 жаста уже ерін кішірейе бастайды. Ары қарай әжімдер пайда болуы мүмкін жан-жағында еріннің. Сол әжімдердің алдын алу үшін, немесе пайда болған әжімдерді кетіру үшін осы жаттығуларды жасайсыздар. Келесі біз енді мынау мұрынның айналасындағы сызықты қалай кетіруімізге болады? Қалай кетірсек болады? Ол енді бір жаттығумен бола қоймайтын нәрсе. 2-3 жаттығуды комплексіне жүйелі түрде алып жүрген кезде ғана біз сондай бір жақсы результат аламыз. Мына жердегі біздің мұрынның айналасындағы сызық аса ғұрлым көрінбейтіндей жағдайға жеткізуімізге болады. Ал кетті қандай жаттығулар десеңіздер, енді қараңыздар. Біз жаңа мына бөлігін тарттық, енді мына бөлікті тартуға тырысамыз. Қараңыздар. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Өте жақсы. Ал енді мына жердегі бұлшет, беттің бұлшеттермен жұмыс жасайық. Сол кезде мына носогубный складкаларда өз орнына бетіп келе қалады. Мына жерде себебі бізде не үшін носогубка дейді? Көбінесе ең бірінші пайда болатын әжімдердің бірі. Себебі біздің жағы мына жерде, мына бөлікте біздің бет бұлшеттеріміз келіп, скуловые мышцы дейді. Сонымен қатар біздегі мынау мышцы депрессоры, еріннің бұлшеттері және мұрынның мына бұлшеті барлығы келіп бір жерге жанасады. Барлығының точка отправки бір жерден басталынады. Егерде қандай да бір бұлшет, мына жердегі бұлшет тартылып қалса, мына жер тартыла басталады. Егерде еріннің айналасындағы бұлшеттер тартылып жатса, ол былай тартады. Мына жердегі бұлшеттер бүйтіп, былай төмен қарай салбырайтын болса, ол да былай салбырап бір-біріне жанасқан кезде мына жерде осындай бір сызық пайда болады. Бір жағы ол, екінші жағынан көп күлетін адамдарда, көп күлекеш дейді ғой, күлекеш адамдардың да бірінші мына жерде сызығы пайда болады. Және де көздің айналасында да сызықтар пайда болуы әбден мүмкін. Сол себептен өз эмоциямызды қадағалап үйренеміз деп постоянно айтып жүреміз. Қандай да бір қас қабағыңыз түйіліп, настроениеңіз болмай жатса да, сіздер бірінші очередь мына жерлеріңізді ұстап қараңыздар, напряжение бар ма, жоқ па? Мен сіздерге ешқандай эмоция шығарма демеймін, эмоция шығару керек, бірақ эмоцияларымызды бақылап жүруіміз керек. Постоянно бір эмоцияда бола беретін болсаңыз, сол жерде сіздің жаңа әжімдеріңіз пайда болуы әбден мүмкін. Сол себеп кеттік, енді не жасаймыз? Бірінші жаттығуымызды жасадық. Екінші жаттығу, біз мына жердегі бұлшетімізді өз орнына, өз қалпына келтірейік. Сол бұлшетпен жұмыс жасасақ, біздің бетімізде жаңағы мына жердегі былайша не пайда болады? Яма пайда болады, былайша. Бүйтіп ұстасаң, бір кісілердің мына жақтары кіріп кетіп жатады. Ол да мына бұлшеттердің спазмированный бұлшеттеріміздің тонусы кетті деген сөз. Соны тонусқа келтіріп қояйық сол бұлшетті. Енді кеттік. Аузымызды кішігірім ашамыз. Енді күлеміз құлаққа қарай. Менің тістерім көрініп тұрған жоқ. Аузымды жаппай, кішігірім ашып күліп жатырмын. Құлаққа қарай. Бір. Өте жақсы. Енді мына жерде жевательная мышца дейді, біздің шайнауымызға көмектесетін бұлшет. Кішігірім аузыңызды ашасыз, сондағы напряжениені біз шығаруымыз керек. Қосаңсыздайық. Өте жақсы. Кеттік. Келесі бізде мына жердегі бұлшет, осымен жұмыс жасауымыз керек.
Енді осы жаттығуды көп адамдар жасай алмай жатады. Өте оңай былайша, егер де бұлшетті сезінген болсақ. Еріндерімізді тістің ішіне қарай кіргіземіз. Енді мына жердегі бұлшетпен күлеміз төбеге қарай. Ауыздарыңыз ауырып кетсе, немесе бұлшеттеріңіз ауырып кетсе, 1-2 секундқа кідіріс жасаңыздар. Келесі, кеттік, тағы да 10 рет жасайық. Өте қиындау, бірақ өте эффективні жаттығулардың бірі. Мына сіздің бет бұлшеттерін көтеріп, әдемі қалыпқа келтіреді. Сосын осыны жасап болғаннан кейін міндетті түрде мына височный мышцы дейді, мына жердегі бұлшеттерімізді массаждап жібереміз. 1, 2, 3, 4, 5 төбеге қарай жүріп бара жатырмын. 1, 2, 3, 4, 5. Көрдіңіздер ме? Уже көтеріліп қалған сияқты әсерімен де бар. Сіздер оны сезіндіңіздер ме, сезінбедіңіздер ме, білмедім. Бірақ бірінші ретте жасаған кезде көп нәрсені сезінбей қалуларыңыз мүмкін. Бірақ бір апта бойы күнделікті жасасаңыздар, осы жаттығуларды әсерін байқайсыздар, ары қарай жасай беріңіздер. Күнделікті жасау маңызды, тұрақтылық өте маңызды. Келесі жаттығу, мұрнымызды көтереміз, ұшынан мына сұқ саусағымызбен көтердік. Енді қараңыздар, мұрынның мына бөлігімен төмен түсіруге тырысамыз. Көтердік. Қолымызбен емес, кейбір қыздар дұрыс емес жасайды. Қолмен емес, қол өз қалпында тұрады. Көтерген күйінде көтеріп тұрады мұрынды. Мына бөлігімен. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Мына жердегі бұлшетті кішігірім жазып қоямыз, босаңсытамыз. Бұл біздегі мына жердегі бұлшетті былай тартып, мына носогубканы кетіріп, мына носогубка, то есть мына жердегі бұлшет көтерілген жағдайда, спазмированы немесе бұлшет жиылып қалған жағдайда, мына носогубкада көтеріледі. Сол себептен оны былай өз қалпына келтіріп қоямыз. Осы жаттығу арқылы. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Кетті. Келесі жаттығу көздің айналасына. Біз мойыннан бастап көзге, маңдайға дейін келе жатырмыз. Маңдаймен біз бүкіл жаттығуымызды бітіреміз, сосын кейін біз буквально массаж жасаймыз. Көздің айналасына жасалынатын жаттығу өте оңай, қыздар, қараңыздар. Саусақтарыңызды осылай қастың басталатын бөлігіне және қастың соңына қойып қоясыздар. Және де мен қойған бетте мынау саусақтарым көздің айналасындағы мынау біздің немізге, терімізге жанасып тұр, жанасып, жақсылап жанасып тұр. Енді қараңыздар, тіке қарайсыздар, арқаларыңыз тік, демалуды ұмытпайсыздар. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жібереміз. Келесі жаттығу. 1, 2, 3, 4. Мына саусақтарымызды теріге жанастырып қойдым. Жанасты. Қатты напряжение жоқ. Менің қолымда ешқандай да бір не жоқ, напряжение жоқ, және де бүйтіп отырған жоқпын. Қысып алып, просто қоя қалдым. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Кетті. Келесі жаттығу. Алақанымызбен, мына бөлігімен қастың үстіне қоямыз екі қолымызды. Қасты кішкене көтердім. Енді жұмуға тырысам көзімді, бірақ до конца жұмбаймын. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Өте жақсы.
Енді жұмыс жасаған бұлшеттерді босаңсытамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Бұл сіздің қас қабағыңыздың ашылуына, мына жақтағы сызықтардың кетуіне және де көздің айналасының бұлшығының өз орнына келуіне өте керемет әсер ететін жаттығулардың бірі. Кеттік. Келесі жаттығу біздің көздің астындағы қара, темный круги под глазами дейді, қара мешокты кетіру үшін. 1, 2. Қараңыздар, мен төбеге қарадым және де сығырайтуға тырыстым. 1. Астыңғы бөлігімен сығырайтамын көзімді. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Өте жақсы. Енді қараңыздар, осы жұмыс жасаған бұлшеттерді босаңсыту маңызды. Қолымыздың саусақтарының ұшымен сүйегіне тигізіп, мына сүйегі бар ғой, көздің айналасындағы сүйегіміз, мына. Вот сол сүйекке тигізе отырып, мен босаңсытып жатырмын бұлшеттерді. Өте жақсы. Енді екі қастың ортасындағы сызықты алыңыздар. Ұстайсыздар. Кішкене массаждайсыздар. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Қастың өзінің бұлшеттерінде осылай шымшып шығамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Өте жақсы. Енді маңдайға жұмыс жасаймыз. Маңдайдағы әжімдерді кетіру үшін не істеуге болады? Ол үшін біз мына маңдайдың қастың үстіне саусақтарымызды қойып, қасты төмен қарай жылжытамыз, ал саусақтарымызбен төмен қарай жылжытамыз қасымызды, қасымызбен көтеруге тырысамыз. Енді осындай бір 10-15 жаттығу жасап жүрейік. Кәні міне төмен түсірдім, қасыммен көтердім. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Өте жақсы. Енді жұмыс жасаған бұлшеттерге кішкене босаңсыту үшін осылай массаж жасап жүреміз. Осындай жаттығулар енді букальный массаж жасау үшін. Букальный массаж деген не? Мынау біздің бұлшеттеріміз, терінің үстімен және терінің астымен сол бұлшеттерге әсер етеміз. Мынау саусақтарымыз арқылы. Сол үшін біз саусақтарымызды міндетті түрде қазір жуамыз, кір сабынмен жуып, сосын біз астыңғы бөлігімен үстіңгі бөлігіндегі саусақтармен бірге осы бұлшеттерді көтереміз. Сол кезде бізде әсер екесе болады. То есть мына жаттығулардың әсері екесе болады. Қазір бірге жасайық, онда қолымызды жуып келейік, сосын бастаймыз. Ал қолым таза. Қыздар, енді қараңыздар. Беттеріңізде таза болған абзал ғой. Біз енді жаттығуды таза бетке және таза қолмен жасаймыз, Сол себептен беттеріңіз уже таза. Енді қараңыздар, мынау саусағыңызды, үлкен саусағыңызды ішіне кіргізесіздер, осының ішіне кіргізесіздер. Және де ең бірінші біз мына жердегі жаңа айттым, жевательная мышца деп, біздің шайнауымызға көмектесетін бұлшеттер. Сол бұлшеттер көп напряжениеде болады, постоянно напряжениеде болады. Вот сол напряжениясын біз былайша айтқан кезде сол напряжениені алып тастау арқылы сол бұлшетті жағы өз қалпына келуіне және де спазм болмауына, оның жиырылуына жаңа әсер етеміз. Жиырып тұрған бұлшетті қайта өз қалпына келтіруге әсер етеміз. Кеттік. Қараңыздар. Мына жерде орналасқан, ең соңына дейін апарасыздар.
мына саусақтарыңызды ең соңына дейін апарасыздар. Сосын осы саусақпен астына үстіне былай жылжытасыздар саусақтарыңыздың. Астына үстіне, астына үстіне. Ал кетіп, мына қолыңызбен көмектесіп тұрасыздар. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Жүргізген кезде қатты басып жүргізбеңіздер, жай ғана. Енді кеттік. Келесі екінші жақпен де жасаймыз, оны кейін мына екінші қолымызбен істейміз. Пока бір жағын бітіріп алайық. Енді скуловые мышцы дейді. Мына жердегі бұлшетті біз тартып орнына келтіруіміз керек. Ол үшін біз мына саусағымызбен соңына дейін апарамыз. Мына сыртындағы саусақтармен көмектесеміз. Мынау қолымызбен ұстап тұрамыз сыртынан. Кеттік. 1, кетті. Өте жақсы. Осы массажды жасаған кезде сіздердің беттеріңіз ісіп толып қалған сияқты болады. Ондай жағдай болады. Және де бұл буквально массажды жасаған кезде сіздер бет жаттығудан кейін жасайсыздар. Сосын бетті жуағы сывороткаларыңызды немесе жаңағы маскаларыңызды, немесе жаңағы өздеріңізге ұнайтын қандай косметикаларыңыз бар жақсаңыздар, өте керемет әсерін сразу байқайсыздар. Бір жерге асыққан кезде, осы жаттығуларды жасап жіберіп, буквально массаж жасап жіберіп, жаңа жұмыртқаның ағым болсын, біздегі табиғи масканы болсын, жағып жіберіп, сыворотканы жағып жіберетін болсаңыздар, беттеріңіз керемет күйге келеді, жылтырап шыға келеді. Сыртынан тоналкаңызды жағасыз ба, өз еріктеріңіз әдемі қалыпта бара қаласыздар. Бір асықсып бір жерге барғыларыңыз келіп тұрса, бір мероприятие болатын жағдайда. Кеттік. Келесі, мына жердегі біздің бұлшеттермен жұмыс жасайық. Мына саусақпен көмектестірмін. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Енді мына носогубные складки дейді, орынның айналасына. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Көрдіңіздер ма? Уже кәдімгідей толып қалған сияқты бетім әдемі қалыпқа келеді. Қазір 1-2 секундта. Сөйтіп, сіздер спокойно шыға бересіздер. Енді келесі жағымен жұмыс жасаймыз, тура солай. Сосын ең соңында еріннің айналасымен жұмыс жасап, сонымен бітіреміз. Кеттік. Қойдым. 1, 2, 3, 4. 4. Осымен біздің буквально массажымыз осымен аяқталды. Қолдарыңызды жуып жібересіздер. Кейін беттеріңізді жақсылап жуып, кейін сыворотка, маскаларыңызды жаға берсеңіздер болады. Енді қазір мен сіздерге керемет, әлі көріп үлгермеген қыздарға, көбісі TikTok эфирде күнделікті бақылап жүр. Маскаларды, сыворотка, кремдерді, табиғи жолмен жасалынған, 100% табиғи, натуральный біздің отандық өнімдерді мен күнделікті көрсетіп жүрмін. Сіздерге де көрсетейін. Қыздар, мен сіздерді мына маска, 100% табиғи маска, кремдермен қазір сіздерді таныстыра кетейін. YouTube арнасында қыздар көбісі көрмеген болса, сіздерге бірінші рет дебют дейме, не дейді, бірінші рет шығып көрсеткен кезде. Сондай жағы тұсаукесер болсын. Енді қараңыздар, бұл жерде 100% табиғи маска. Бұл масканы мен қолданып келе жатқаныма ұзақ уақыт болды. Бұл маска бетті терең қабатына дейін емдеп, әдемі қалыпқа келтіреді, қалыпты бет типіне келтіреді. Мен жасым 36-та болса да, менің бетім өте жаңағы
әдемі қалыпта қазір сақталынып келе жатыр. Бұның бірден бір себебі бет жаттығулары, бет массаждары және осы маска мен мына кремдер. Бұл кремдер жайында қазір айтам. Бұл маска 100% табиғи, чудо десе чудо маска, шөптерден жасалынған, таза шөптер. Осы шөптерді ұнтақтап, ішіне лактобактериялар қосып, беттің терең қабатына дейін емдейтін етіп шығарған. Бұл отандық өнім. Өзіміздің әпкеміз бар, научный профессор, ғалым, сол кісінің заводында жасалынады. Бұл сіздер қалай ала аласыздар? Мына жерде WhatsApp номер бар. Сол номерге жазу арқылы мен осындай маска алғым келеді десеңіздер, осы масканы алған мүмкіндіктеріңіз бар. Масканың бағасы 4000 теңге. Және де бүкіл Қазақстан бойынша отправка жүріп жатыр. Алдында TikTok эфирде көп қыздар алып, өте жақсы әсерлерін көріп, отзывтарын жазып, Алла разы болсын, отзывтарыңызды жазып бөлісіп жатқандарыңызға керемет әсер береді. Біріншіден беттегі угри, прыщи кетіруге, беттегі егер де экзема псориаз шығатын болса, оған да өте керемет әсер етеді. Беттегі қарадақтарды кетіруге, әжімді кетіруге, бетті ағартуға өте керемет әсер ететін маска. Бұны кез келген бет типіне жаға берсе болады. Жас кезден де жақсы болады. 10-12 жас, 13-14 жас, жас подростковый возрасттан бастап үлкен кісілерге дейін жаға беруге мүмкіндіктеріңіз бар. Таза табиғи болғандықтан иісі табиғаттың иісі шығады, қыздар. Және де жаққан кезде сумен араластырып жағасыздар. Оны жағу ретін барлығын чатта мен көрсетіп отырам. Чатта айттым ғой, чатқа қосылып алсаңыздар болады деп. Бағасы 4000 теңге, доставка енді бүкіл Қазақстан бойынша. Және қыздар, бұл масканы құрғақ бетке де, майлы бетке де, аралас типті бетке де, және де қалыпты бет типіне де жаға беруге болады. Мен өзінің жағу реті бар, оның бүкілін сіздерге алған кезде мен өзі жіберіп тұрамын чатқа. Енді келесі қыздар, кремдер. Мынаның дневной кремі бар еді, дневной крем бүкілі өтіп кетті. Ночной кремнен менде бір штука қалған екен. Келесі сіздер заказ берем дегенше істелініп әкелінеді. Қыздар, бұл ночной крем, құрамында спирулина бар және құрамында бөліктері басқада, бетті ағартады, нәрлендіреді, витаминизировать етеді және де бетке сияние беріп, беттегі әжімдерді кетіруге өте керемет құрал болып табылады. Крем жаңағы қоюлау келген, бет құрғақ болатын болса, өте құрғақ бетке керемет ылғалдандырып беретін крем. Бұл да 100% табиғи, қыздар, ешқандай да зиян жоқ, гормондар қосылмаған, сол себептен ешқандай привыкание болмайды және бетті керемет әсерге алып келеді, әдемі етіп қояды бетіңізді. Үшінші нәрсе бізде мынау алтын тамыр цистанхи чайы. Бұл мынау кремнің бағасы 6000 теңге, қыздар. Дневной, ночной кремдер 6000-нан. Ал енді мына чай, бұл маска мен кремдер бір адамға 2-3 айға спокойно жетеді. Ал енді мынау чай болатын болса, бұл чай сіздердің өттеріңізді тазалайды, бауыр, асқазанды тазалайды, сонымен қатар буындарға өте керемет әсер етеді. Буынның сырқырап ауруы болатын болса, нерв жүйесінің тыныштанбай жаңағы постоянно былайша ұйқысыздық мазалап, кешкі уақытта мазасыздық кететін болса, осы шайды ішіп жақсы күйге келсеңіздер болады. Бүкіл иммунитетті көтеруге өте керемет әсер етеді. Жас баладан бастап үлкен кісілерге де іше берсеңіз болады. Так, енді келесі. Менде мынадай сабын бар. 100% табиғи сабын. Бұл сабын сүттен жасалынған, құрамында сұлы қосылған. Бұл сабын иісі десе енді айта алмаймын. Алған қыздардың бүкілі бұл сабынға риза болып жатыр. Сабынның иісі деген чего стоит дейді. Бір жағынан бұл сабын сіздерге бетті ағартуға, ылғалдандыруға әсер етеді. Екінші жағынан керемет иісімен керемет наслаждение береді. Және де бұл сабынды мен подарокке жіберемін. Егер де сіздер 3 зат алатын болсаңыздар, мысалға бір дневной крем, бір ночной крем, бір маска алсаңыздар, сіздерге подарокке мынадай сабын жүреді. Подарокке сабын жүреді, доставка тегін болады бүкіл Қазақстан бойынша. Енді бір зат алатын адамдарға доставканы бүкіл Қазақстан бойынша өздеріңіз оплата жасайсыздар. Ауылды аймақтарға 700-800 теңге, қалалы аймақтарға 600 теңге шығады доставка. Сонымен қатар, қыздар, мен күнделікті қолданып жүретін сывороткамды сіздерге о бастан бастап айтып жүрмін. Осы сыворотканы мен айтуға енді шаршамаймын, потому что көріп тұрсыздар, аз ғана қалды, менде уже 5-ші флаконы таусылып жатыр. 2 жылдан бері қолданып келе жатқан ең жақсы көретін сывороткалардың бірі. Менен осы сыворотканы Корей елінен оптом түрде жеткізеді. Сіздерге енді өте керемет бағада, небәрі 4,5 теңгеге алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Егер де осы маска мен сыворотканы бірге қосып алатын болсаңыздар, мына новый түрі келеді, ол енді сыртында несімен коробочкасымен золотисты сондай әдемі қалыпта келеді. Бұл сіздердің беттеріңізді
ылғалдандырып, сонымен қатар мына әжімдерді бүйтіп әдемі етіп тартып қояды, лифтинг әсер береді. Сонымен қатар пептидтер қосылған. Пептидтермен қатар алтынның несі, енді майда несі көрініп тұр ғой, вот қосылған. Енді қараңыздар, бұл не істейді? Пептидтер мынау восстанавливающий эффект береді. То есть сіздерде 100% табиғи маска қолдарыңызда, оны күнделікті жағасыздар. Жағу ретін сіздерге тағы бір видеода көрсетемін, немесе TikTok эфирде көрсетіп жүрмін қыздарға. Сол TikTok эфирге сіздерде чатқа қосылып алып, сіздер сол TikTok эфирді көрсеңіздер болады. Енді қараңыздар, енді әстерін айта алмаймын. 100% табиғи болғандықтан, өзіміздің отандық өнім, отандық мынау таулы аймақтардан жиналған шөптер болғандықтан керемет әсер береді. Біріншіден, потому что өзіміздің елімізден шығып жатқан нәрсе. Екіншіден, бұл 100% табиғи болғандықтан ешқандай зияны жоқ сіздерге. Үшіншіден, сіздердің беттеріңізді емдеп береді. Енді ал мынау Медипилдің сывороткасы енді временами проверены, тоже 2 жылдан бері қолданып келе жатырмын. Өте жақсы әсерін мен байқап, сіздерге осыны заказ беріп, оптом түрде енді әрқайсымызға бір штуктан жіберуге мүмкіндігім бар. Вот, осындай қыздар, керемет продукцияны, косметиканы алам деген қыздар маған номерге чатқа жазып, осындай заттарды алсам бола ма деген сияқты. Енді бар болса, в наличии мен сіздерге сразу жіберем. Жоқ болған жағдайда сіздер 1-2 күн күтіп, сосын кейін жібереміз. Қазпоштамен бүкіл қалаларға жіберіп жатырмыз. Ешқандай да уайымдамасаңыздар болады. 1 апта көлемінде сіздің ауылды аймақтарыңызға да, қалаларыңызға да жетеді. Осындай жаңалықтарым бар, қыздар. Чатқа қосылып алыңыздар. Былайша TikTok эфирлерге де шығып тұрамыз, YouTube арнасына да шығып тұрамын. Сол себептен келесі кездескенше күн жақсы, мен сіздерді жақсы көрем. Ал енді осы видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп алыңыздар арнаға. Мен сол үшін қуанатын боламын. Жақсы, сау саламатта болыңыздар. Рахмет.